Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмын. Достар, мен сіздерге бүгін өміріңізді жүйелеуге көмектесетін екі кітап туралы айтып бермекшімін. Қазіргі кезде ақпарат та көп, істейтін жұмыс та көп, жалпы көп нәрсеге үлгеру керек. Міне сондықтан да өмірімізді жүйелеу өте маңызды. Уақытымызды басқару өте маңызды. Сол себепті де сіздерге бір тамаша кітап ұсынбақшымын. Осы қазақша өзі біздің қазақ жазушыларының жазған кітаптары. Оның біріншісі өзіміздің замандасымыз Данияр Жігітбектің жазған лайфхактар өміріңді өнімді өткіз атты кітабы. Оның ішінде Данияр көбіне өзінің тәжірибелерімен бөліседі. Оның ішінде уайымшылдықтан қалай құтылғанын, стрессті қалай жеңгенін, тіпті қалай қорқынышын жеңу арқылы өзінің ақшасын қалай көбейткенін, барлығын жақсылап жазады. Уақыт, мысалы, тайм-менеджменттің тәсілдері өзі қолданатын, қаржылық сауаттылық болсын, барлығы осы кітапта бар. Өзі кішкентай шағын кітап болғанымен, сіз мұның ішінен алатын ақпаратыңыз ұшан теңіз болмақшы. Сондықтан бұл кітапты нәпсіңізді тәрбиелей алмай жүрсеңіз, жалпы қалай өзіңіздің өміріңізді реттей алмай жүрсеңіз, осы кітапты оқыңыз деп кеңес берер едім. Ал екінші ұсынатын кітабым, ол Шынар Әділованың кітабы «Тайм менеджмент» деп аталады, уақытыңды басқар. Бұл жерде негізінен Шынар Әділова бұл жастық шақтың маңызы туралы, уақытты тиімді басқару, одан кейін жоспар құру, Паркинсон заңдылығы, барлығы туралы жазады. Құран кәрімдегі уақыттың қалай айтылғаны. Бұл жерде сіздер батыстың небір тайм менеджмент туралы кітаптары бар ғой, мысалы, солардағы бар ақпараттардың барлығын осы кітаптан оқи салуларыңызға болады. Және ең бастысы, бұл жерде діни де көзқарастар берілген. Сол себепті де осы кітапты оқуға кеңес берер едім. Тіпті бұл кітапта, мысалы, білім алуға бөлінетін уақыт қандай болу керек, отбасына адамның бөлінетін уақыты қалай болу керек, барлығы айтылған. Түнгі жоспарыңыз, басқаңыз деген секілді. Сол себепті осы екі кітапты оқуға кеңес берер едім. Егер бұл кітапты қайдан аламын десеңіздер, онда төменде көрсетілген Инстаграм мен WhatsApp нөміріне жазсаңыздар, сол жақтан тапсырыс беріп алуларыңызға болады, үйлеріңізге жеткізіп береді. Әзірге осы, сіздер жалпы өздеріңіз уақыттарыңызды тиімді пайдаланасыздар ма, уақытты басқару үшін, өміріңізді реттеу үшін қандай тәсілдер қолданып жүрсіздер, осы видеоның астына жазыңыздар комментарийда. Видеома лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Мына қоңыраушаны да басып қойыңыздар, және Инстаграмыма да жазылып қойыңыздар. Өйткені Инстаграмымда бұл ютубта айтылмайтын көптеген дүниелер айтылады. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.